дүниетаным бойынша ол жердің кіндігі және түріктер оны жердің 4 бағытына жорыққа шығарып деседі. Түрік дүниетаным бойынша Құдай жердің баламасы ретінде дәріптелген. Өтеген ол жердің кіндігі өзінше бір қасиетті жер. Жақсы, келесі сұрақ. Қап тауы туралы не білесіз? Қап тау дегеніміз ол ертелері ғана тән емес, ислам христиан әфсанелік әдебиеттеріне тән. Ертелік мағынасы әлем шетіндегі биік тау жоталары дегенді білдіреді. Және көне сакский дүниетанымы бойынша әлемді биік тау жоталары қоршап жатыр деген текте осы қаптаудың жақындығы бар. Осы Команда толықтырса болады ме? Жақсы, онда келесі сұрақ. Ергенекон дегеніміз не? Ергенекон кезінде халық жадына кеткен, енді ұлт санасына кіріп келе жатқан мифо-жағрапиялық атау. Әбілғазының түрік шежіресіне нүкізбен қиян бастаған Ергенекон қойнауына жасырып 400 жыл кейін қайта күш жинап тауды балқытып кешіп шыққан туралы айтылады. Яғни Ергенекон көне түрік жұртының бірінші атамекендерінің бірі рәміздік топоним. Бұндай рәміз моңғолдарда бар. Жалпы қазақ ішінде түрік ішінде Ергенекон ең негізгі ұлттық рәміздік топоним болуы тиіс. Келесі бетке баса қойыңыз. Келесі адам. Қандай